2023 түлектерді қадаған контекст көрсетейін ба? Даже одан да бетер, даже соны талдап жіберейік. Кеттік. Шарға сырттай және іштей сызылған текшелер бар. Шардың радиусы 3 см, үлкен текшенің ішінен алынған нүктенің шарға тиісті болуының ықтималдығы дейді. Яғни, қараңдар, мына жерден нүкте алуы мүмкін, мына шардың ішінен нүкте алынып қалуы мүмкін, мына жерден нүкте болуы мүмкін, әртүрлі жағдайлар бар, бірақ именно шардың ішінде жату керек дейді. Онда не істейміз? Біз ықтималдықты былай не істейміз? Бізге керек жағдайлар саны нүктенің шардың ішінде болуы, яғни шардың көлемінде жатуы. Ал барлық жағдайлар саны ол үлкен текшенің көлемінде болуы. Радиусы бізде 3, яғни диаметрі 6 деген сөз. Значит, мына текшенің қабырғасы 6, текшенің көлемі 6 көбейту 6 көбейту 6. Шардың көлемі жайлы айтатын болсақ, ол пи 4 бөлінген 3, пи ар куб, яғни 3-тің кубы. Жалпы мына жерде 3-тің кубымен 3 алтына қысқартып жіберсек, астында 2, 2, 2 дейтін әңгіме қалады. Так, 4 пи бөлінген 3 бөлінген 8. 8 мен 4-ті қысқартамыз, 2 қалады. 3 барып астына әдемілеп тұрып көшіп кетеді екен. Пи бөлінген 6 дейтін тема шығады. Егер осындай істерді көбірек шығарғың келсе, обязательно каналыма тіркел. Шапкадегі сілтеме арқылы менің тегін эфиріме доступ ала аласың.